Қырқаның төбесінде қараңдап тұрған нысан ол хан сарайы дейтін кешен. Өз заманында әлемді дірілдеткен түріктің бекзада сұлтандары осы маңға сән салтанаты жарасқан кент соғып, кемел ғұмыр кешкен. Алыс жерлерден келген қадірлі қонақтарын күтіп, елшілерді қабылдаған. Қазіргі тілмен айтқанда, бұл кешен түрік бектерінің шаһар сыртындағы резиденциясы сияқты. Хан сарайдан сәл әріректе кішігірім сайға бастайтын соқпақты көзіміз шалды. Осы жолмен біраз жүргенде, алыстан кішігірім тоғай барын аңдадық. Бұл атақты Тобағаш екен. 1726 жылы Әбілқайыр сұлтанның жасағы осы маңда жоңғармен айқасқа түседі. Бірақ дұшпанның саны тым көп екен. Сол кезде сұлтан соғысып жатқан әскерді бір жерден алып екінші жерге салып, күні бойы сапырылыстырып отырған. Жоңғарлар жаңа түр келбетті көріп, қазақтарға қайта-қайта тың күш келіп қосылып жатыр екен деп шошынып, қаша бастайды. Осы ұрыста шейіт болған сарбаздар майдан даласына жерленіпті. Міне, солардың зираттарының үстінен осындай тоғай өсіп шыққан дейді. Ғажабы осы тоғайда діңі бір, бірақ 3 түрлі жапырақ салатын алып бәйтерек бар. Құдды 300-дің басы біріккен сәтін тарихтың өзі таспалап алғандай.